Бәріңе сәлем достар, сіздермен бүгін мен Нұрсұлтан. Бүгін біз Vegas Pro бағдарламасымен жұмыс істейміз, яғни толық аты Sony Vegas Pro 11. Бірден айтып кетейін, өте жақсы бағдарлама. Видео монтаж жасағанға кімде-кім видео монтаж жақсы көреді, видеосын редактирование етіп жасағысы келеді, дұрыстағысы келеді, сонда осы бағдарлама өте жақсы соған сай келеді. Сонымен бастайық, біз интерфейсінің кішкене танысып кетейік. Бұл файлда біз мына жерде создать етеміз. Мысалы қараңыздар, мен өз басым мынаны таңдаймын. Мына жерде HDV 720-да 29 дей болу керек. 720-да міне 30, яғни 720-30p. Және яқта өзінің экраны. Міне яқта аудио, рулер, самари, аудио, CD. Ол әркімде әрқалай болады. Менде мысалы қазір орысша тұр, кейбірінде ағылшынша тұрады. Мына жерде создать, открыть, закрыть, сохранить как деген бар. Мысалы мынау ашамыз, жабамыз және сақтаудың екі түрі бар. Мынау кәдімгі Vegas Pro'ның өзін форматымен сақтау, ал мынау өзіңіз қалаған форматта сақтау болады. Қараңыз, мына жерде перевести деген болады. Перевести деген бұл видеоны дұрыстап сақтау, тағы да бір сақтау түрі бұл. Біз сондай мысалы сондай неге сақтауға болады. Перевести басып кез келген қалай айтсам екен, кез келген форматта сақтауға болады. Сонымен қазір мен бір видеоны открыть етем. Ол өз жақта түскен, жай ғана осы урокқа арналған видео. Мен қазір папкаларымды ашып алайын. Өте жақсы бағдарлама, Sony Vegas бағдарламасы. Өз басым мен соны қолданамын видео монтаж жасағанда. Міне открыть бастық. Мұны шағын ғана видео қазір тыңдап көрейік. Кішкене шум да бар, бәрі бар. Мен көрдіңіздер, жаңа тыңдадыңыздар. Өте жақсы бағдарлама екенін айтып кетті. Сонымен стоп басатайық. Мен аштық. Сіздерге бірден мына жаққа түседі. Көрдіңіздер, видео мына жерге түседі. Сіздер бұнда сіздерден ең бірінші былай сіздер бүйтіп қозғалмайды. Менде аудио дорожкасын бір бөлек, видео дорожкасын бір бөлек сақтап жасай аламын. Егерде қараңыздар, қазір кетіріңіздер. Міне. Егерде мен мынаны алып тастайтын болсам, екеуі бірге жылжиды. Ал міне мына кнопканы басатын болсақ, міне көріп тұрсыздар, осыны басамыз. Міне әрқайсысы әрқалай жұмыс істейді. Дәл осылар. Скайпты өшіп тастайық, кешіріңіз. Мына жерде правка деген бар. Правка деген бұл енді мен өзі білмеймін, бұны копировать етесіздер. Яғни бұны тағы да бір копировать етесіздер, қоясыздар, кесіп аласыздар, бәрі осы жерде тұр. Ал мына жақта вид деген болады. Вид бұл мысалы егер сіздер қараңыздар, мен мысалы қазір өшіп тастаймын. Өшіп тастадым, жерде жоқ. Мына жерде табамыз. Бұл қайсысы болуы мүмкін. Жарайды. Егер сіздер бұны осылай таппай қайттан установка жасайсыздар, сол кезде мынаны басуға болады. Міне конфигурация окна дейді. Және мына жерде қазір көрсетемін. Кішкене кешіп тастаймын. Болу керек. Қазір бір. Осы болу керек. Жоқ, бұл емес. Кішкене мен ұмытып қалдым, бірақ бұл жерде міндетті түрде болады. Видео. Осы болу керек. Қазір тауып аламыз. Әрине, өте оңай. Міне. Қараңыздар, мына жерде конфигурация окна. Және жерде мынандай шығады. Конфигурация по умолчанию деген басамыз. Бәрі сіздер орнына келеді, достар. Енді мына жақта вставка. Бұнда көптеген аудио дорожкасы бар. Мысалы қараңыздар, бүйтеміз вставка, аудио видео дорожка қоямыз. Тағы біреу бұны осылай тағы бір видео дорожка қоюға болады. Сіздер бұнда ентер қоясыздар, жаңағы басқа істейсіздер. Удалить ете салайық. Былай істеуге де былай видео дорожка қойсақ та болады. Оң жағын басамыз мышканың, вставить видео дорожку немесе аудио дорожку. Сіздер бұны монтаж жасайсыздар, кез келген монтаж жасауға болады. Инструменттер бар, мына жақта аудио настройкалар бар, өздеріңіз қалаған қойып аласыздар. Және бұны сақтаймыз. Міне жерде перевести в деп тұрады. Сақтаймыз, бізде кішкене ойланады. Менде яққа атын жазасыздар, қайда сақтайтынын яқын табасыздар. Міне. Жоқ, мына жерде browse басамыз, қайда сақтайтынын жазамыз. Мен өз басым мынандай сіздер сақтаңыздар, қараңыздар. Қазір ең бірінші біз сақтамай тұрып мынаны басамыз. Жерде мынандай кішкентай свойство деген болады, немесе Alt Enter деген кнопканы басамыз.
бастығы сіздерден мындай шығады. Иә, мен мынандай қоям, HDV 720-да 30 дегенде қоям. Сосын Apple. Окей. Бірақ мен ешқандай настройкасына тиіспеймін, жай ғана осыған ғана тиісем. Болды. Окей. Енді файл перевести қайттан кіреміз. Және мына жерде міне бізде тұрады. Жаңағы мынау біздің қойған 720-да 30 видео. Осын басамыз. Мен қазір рабочий стол сақталады. Яғни атын жазамыз, мысалы видео сабақ. Және видео курс. Міне. Бізден тең белгісі тұрады, тең. Мені көріп тұрсыздар. Және қасында міне осы форматта біз сақтаймыз. Рендер басамыз. Бұл сақталу өзінің видеоның ұзақтығына байланысты. Менде қазір қанша секунд екенін білмедім. Қанша секунд болып қалады. Жарайды, маңызды емес. Менде қазір видео бір қазір көре жатармыз. Бірінші сақтап алайық. Бізде егер біздер видео ұзақ болса, онда ол да асықпай сақталады. Рендер жасалады, яғни менде тез жүріп жатыр. 30 секунд, 29 секунд, 28. Сөйтіп азая береді. Кішкене ойланып жатыр. Сіздер бұған монтаж жасап та сақтасаңыздар болады. Кез келген монтаждарыңызды жасайсыздар, сақтайсыздар. Міне сақталды, болды. Енді алып тастайық. Міне бізде міне видео курс сақталды. Қосып көрсек те болады. Қосылатыны белгілі. Міне сақталды, өте жақсы. Міне бізде міне жерде тұр. Экспро барғанымызды қайттан орнына қосамыз. Міне жерде барлығы бар. Өздеріңіз қарайсыздар, көресіздер. Видео монтаж жасаған өте жақсы бағдарлама. Міне болды. Сонымен өзіммен қысқаша немді видео курсымды аяқтаймын. Сонымен сау болыңыздар. Сіздермен мен Нұрсұлтан. Кездескенше.